мысалы күйініп жанып жатқан ертеңгі күнді күнімді қалай көрем деген ой ғой. Мысалы кредиттері былай бастан асып жатыр бар ғой, машиндерін қарызға алып алған. Не істейді олар? Енді не істейміз? Қайырлы күн. Бүгінгі қонағымыз Қашаған Қанат Сайлауұлы, жүк көліктерінің жүргізушілері мен иелерінің республикалық ассоциациясының президенті. Қанеке, қош келдіңіз. Мына елімізде бүгін шын айтқанда Астананы салған, бүгін қалаларымыз салып жатқан, бүгін Астана тоқтап жатқан жоқ, бүгін қалаларында үлкен құрылыстар жүріп жатыр. Осы біздің қалаларымызды салған самосвал дейміз ғой, елдің арасындағы сөз самосвал. Самосвал мәселесі. Бүгін 1 қаңтарда шығатын заң күшіменен 155 мың самосвал, мынау тағы да халықтың тілімен айтқанда шансиман жаңағы жолдарды бұзат деген самосвалдардың барлығы жұмыссыз қалайын деп отыр. Олар вне закона, жаңа болды, оларға рұқсат жоқ. Бір облыстың бүгін Ұлытаудың халқы тұр артында. Олардың күн көрісі тұр, олардың кәсіпкерлер тұр, семьясын асырап отырған. Мәселені дұрыстап бізге ашып берсеңіз, одан кейін сіздердің тараптарыңыздан ұсыныс, бұл мәселені қалай шешуге болады? Сөз өзіңізді, Қанеке. Рахмет сізге. Осы айтасыз, біздің мынау 26 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңағы салмағы, өзінің салмағы жүк тасымалдау несінен аса жазылып тұрса, техпаспортында, мысалы, максимально разрешенный вес, мынау заводтан шығарып жатқан кезінде оларда сертификат происхождения болады. Сертификат происхождениеде оның несін жазады әгі? Жүк көтеру мүмкіншілігін. Мүмкіншілігін жазады. Міне, оны жазды ма, бірақ ол жаңағы мынау жүкті именно осы көлемде тасы деген сөз емес. Оны ешкім мәжбүрлемейді олай. Ол тек қана жаңағы мынау мүмкіншілігі деген белгі ол. Ешқандай басқа нәрсе емес ол. Енді бүгінгі күнде мысалы қазір айтып жатыр ғой, ол заң бар, ол кезінде қабылданған, бірақ енді осы январдың 1 күні, ол қаңтардың 1 күні ол күшіне енеді деп отырды. Енді бұл жерде менің сұрақтарым бар. Бұл жерде де экономический обоснованиясы, олар қалай жасады, не істеді, қай жағымен бұның барлығын шығарды. Неге десеңіз, мынау жүк көліктегі жаңағы максимально разрешенный вестің отметкасы бар ғой, ол барлық машиндерде бірдей. Мысалы, мынау жай мынау трассада жүретін фура дейміз ғой, жаңағы площадкалар нелер бар, олардың да салмақтары үстінен максимально разрешенный вестары, олардікі 50-60 тонна бар мысалы. Оларға неге онда тиым салынбайды? Неге онда Қазақстан бойынша вообще тиым салып тастамаймыз онда барлығында? Неге мына жерде халықтың ортасында отырып алып, бір нәрсені былай алып, бір нәрсені былай қойып жатыр? Неге десеңіз, мен сізге айтайын, бұл жерде тағы да халықаралық бағытындағы қазір көліктерге неге тиіспейді? Шетелдік компаниялар күшейіп алды қазір. Олар тиіскізбейді де қазір. Біз жоқпыз ол жерде. Ал енді мынау самосвалдарға келсек, бұлар енді осы жердегі жүрген қарапайым қазақтың адамдары тағы да күнін көріп жүрген. Одан кейін 155 мың көлік тіркелген, оны көбейте бер, семьясының саны бар, 4-5-ке. Енді оның барлығы да бір үлкен бір көлемдегі халықтың бір. И бүгінгі күнде бұл мәселені, мен ойлаймын, бұл мәселе өте қауіпті, жаңағы заң күшіне енуі өте қауіпті. Бүгінгі күнде, міне қазіргі уақытта мүмкін мынау госорган жақтарда еш нәрсе бір талқылау болып жатқан жоқ шығар өздерінде, біз білмейміз оны. Бірақ өзіміздің мынау халықтың ортасында өзіміздің мынау бір бізге обращение жасайды біраз жүк тасымалдаушылар. Олар енді қатты қиналып отыр, соны ойланып отыр. Не істейміз деп. Бірақ мына сіздің айтып отырғаныңыз сөзіңізде де мысалы жан бар. Мысалы Қанеке, қараңыз, мынау көлік мысалы 25 тонна. Бұның үстіне 25 тонна жаңа тие деген ешкім жоқ қой. Дөңгелек столда станция измерения дейді. Аркалар, иә. Аркалар, ана көліктің үлкендігін, габаритін, салмағын автомат түрде өлшейтін станциялар шығып жатыр. Мысалы автокөлік осы міне аркадан өтіп келе жатыр ортасынан. Сонда бұл негізгі мәселе қайдан туындады бұл самосвалға байланысты? Бұл біздің жолдың бәрін жаңа жасап қойған бәленбай миллиард салып жасаған жолымызды мына көлік таптап мыжып езіп жатыр деген содан шыққан әңгіме ғой біздің жолды. Біз жолға миллиардтан қаржы төгеміз, бірақ ол жолды бұзып езіп жатқан мына үлкен жаңағы самосвал, шансиман, үлкен жаңағы Қытайдың көліктері деген содан шыққан әңгіме бұл жалпы. Содан шыққан тиым.
бір жағынан қарасаңыз расымен де былай дұрыс сияқты. бір жағынан қарасаңыз жолды талқандап жаңа жолды келіп мына жерге бәленбай миллиард қаржы жол жөндеп қояды, келесі жыл жазда қайтадан есіп тастайды, өйткені ана жерде карьер бар, мына жерде жаңағы автокөліктер шығып жол талқандап жатыр. Былай қарасаң дұрыс сияқты. Екінші жағын қарайтын болсаң, мысалы осыны тасымалдау мәселесін сіз көліктің салмағы мысалы 25 тонна болса, үстіне 25 тонна емес, мысалы 15 тонна тиеп тасуға болады ғой ары қарай. Мысалы болады. Осы мәселе туралы сіздер ұсыныс жасадыңыздар ма? Жасағаннан бұрын біз бірнеше мәрте оны айтып та өттік. Біздің мынау жүк тасымалдаушыларға, жалпы Қазақстанның мынау самосвалдарына, мынау заң аясында осына, мысалы осыға 8 тонна дейді ғой, үйтіп жұмыс істеу өте тиімді. Біріншіден. Неге десеңіз, амортизация, жаңағы жүк сынбайды. Енді ауыр не көрмейді, қиындық көрмейді. Олардың условия эксплуатация, карьер, көтерілу бар, түсу бар, бату бар. Өте қиын ғой. Жүгі аздау болса, ол кәдімгі танк сияқты жүре береді. Батпайды да, нетпейді да, бүкіл жерден жүреді. Оған өзіне де резинасы жаңағы мысалы. Көліктің иесіне. Әрине, оған өте тиімді. Бұл жердегі айтып отырған мәселе, күресетін мәселе негізі көліктермен күреспеу керек бұл жерде. Бұл жерде нақты мына причинасы қайдан шықты? Сонымен күресу керек та. Перегруз қайдан пайда болды? Перегруз қайдан пайда болды? Перегруз мысалы мынау именно заказчиктер основной перегруз жасайтын солар. Бұлар ақшаны мүмкін былай бір закладывать ететін шығар, одан кейін жаңағы мынау екі машина алып келетін жүкті бір машинаға артып, сөйтіп жаңағы логистикасын, бұны мына жерде ең алдымен жемқорлықтың барлығын құрту керек. Ең алдымен. Основной мәселе осы. Одан кейін бізде Қазақстанда инспекция транспортного контроля деген бар. Бұлар жүр ғой. Неге олар шара қолданбайды? Олар да жемқорлықпен былығып әбден. Сөйтіп жүргеннен кейін ол машиндер сондай немен жүреді. Қадағалау жұмысы жүрмейді Қазақстанда. Ондай жоқ деп айтуға болады. Неге десең, мынау инспекция транспортного контроля бұлардың көшеге шығады, тек ақша жинау үшін шығады. Ақша жинау үшін шығады. Бұлар шықпайды анандай басқа бір нәрсемен. Бұл жерде былай қарап тұрсаң, бір-бірімен барлығы байланып тұр. Анау анаған береді, анау анаған береді, сөйтіп отырып бүкіл система барлығы налажены. Бұл жерде экосистема кәдімгідей. Мысалы, егерде барлығы нормамен тасып жүрсе, мысалы, жүктің салмағы, өзінің салмағы 12 тонна болса, үстінен мысалы 8 тоннан артты, общий 25 тонна болды, спокойно ол жүре береді, ешқандай проблем жоқ. И біздің жүргізушілер қарсы емес. Егерде біздің мынау органдармен, жаңағы бизнеспен жан-жақты былай кездесіп, сөйлесіп, талқылап, мысалы мынау себестоимость деген бар да. Мысалы мынау бір ортасы бір 50 километр болса, мынау көліктің өзінің шығыны бар. Соляркасы бар, амортизациясы бар, водителі бар, анасы бар, мынасы бар, платный жолы бар, там оның барлығы шығыны бар. Соған сай, мысалы, жаңағы жүкті тиеп бергенмен, жақта жүкті түсіріп алатын екеуі бар. Ортасында жаңағы расход бар ғой. Ортасында жүк тасымалдаушы бар. Осы үшеуі бірігіп ортақ шешім келу керек қой. Дұрыс қой. Тек қана мына жүк тасымалдаушыны бүгін заң шеңберіне лақтырып тастасақ, мәселе шешіледі деген. Ертең оның орнына келген жақсы екінші жағынан мүмкін мынандай да ой келеді. Мүмкін көрші елдің көлігін лоббировать етіп отырма деген. Мына алып отырған Шансиманның орнына көрші елдің автокөлігін сатып алуға мәжбүрлеп отырма дегенде ой келеді. Ондай ой бар, ондай ой болмақ түгілі, ондай фактілер де бар. Мысалы, бүгінгі күнде енді көріп жатырмыз ғой, мысалы, жаңалықтан КАМАЗды өте қатты қолдап жатыр. Біздің билік КАМАЗды қатты қолдап жатыр. Бұлар мысалы қалай жеткізіп жатқанын білмеймін ар жаққа қарай. Біздің билік өзі сөзіңді бүгінгі ренжі. Біздің билік тек КАМАЗды ғана емес, мына АвтоВАЗдың тіптен бізге заводын салмақшы болған, АвтоВАЗдың. Мына 4 дөңгелегінен басқа 50 жылда ештеңесі өзгермеген АвтоВАЗдың көліктерін бізде жинаймыз. Біз осылай жарылқаймыз деп, жаңағы бұл Азия авто жабылып жанымыз қалды. Әйтпесе бұл біздің биліктің бұл жаңа көрші елдің автокөлігіне, көрші елдің тауарына деген махаббат ерекше. Сондықтан айтарым, мысалы көрші елдің мысалы КАМАЗ енді қаншама жылда жүрді ғой бізде. Барлығымыз білеміз КАМАЗдың қандай екенін. Мысалы КАМАЗдың расходы 100 километрге алсақ 50 литр болады. КАМАЗдың расходы. Мынау Қытай көлігін алсақ, Хова, Шансиманды алсақ 25 литр болады. Енді айырмашылығы бар шығар енді. Одан кейін енді бүгінгі бізге кіріп жатқан автокөліктің 80% бүгін жеңіл автокөлікті айтамын. Мысалы Қытайдікі ғой. Тура солай ауыр автокөліктің де несі
жаңағы сапасы мен бағасы дейді ғой, сапасы мен бағасы екеуі бірдей. Енді ол кәсіпкер болғаннан кейін. Енді жаңа дөңгелек столда тек қана бұл самосвалдың, тасымалдаушылардың мәселесі ғана емес, қаланың ішіндегі бүгінгі қала салып жатқан, енді сіз қала салып жатқаннан кейін Астана өсіп жатқан, тек Астана ғана емес, біздің қалалардың ішінде құрылыс өтіп жатыр. Сол құрылысқа қатысты автокөліктердің де бүгін жан айқайын жаңа естідіңіз. Айына 1,5 миллионға дейін штраф төлеген кісілер келіп жатыр. Біз бүгін әкімшілік полицияның өкілі де отырды ол жерде. Бұл да мысалы мына мүмкін бала шағасы тоқ, жылы үйде отырып, жылы автокөлікте қаланың ішінде жүрген шенеуніктерге бұл сезілмейтін шығар. Бірақ мына жаңағы қар жастанып, мына қаланың көшесіне сыймай құрылысқа мысалы кірпіш әкеле жатқан жаңа длинномер дейміз, 14 метр деді, ұзындығы. Сол автокөліктердің жаңағы жүріп тұруы, құрылыс басына жетуі, қайтуы, мысалы светофорлардан бұрылуы, бұл да үлкен бір сұрақ туғызды жаңа. Ертең енді біздің көзімізше әкімшілік полиция бұларға уәдені үйіп төкті, келсеңіздер біз мәселелерін шешіп береміз деп, жалпы бұл да бір жүйелік проблема. Бұл кісі жаңа ғана менің көзімше шығып бара жатқанда айтты, жаңағы өз жүк тасымалдаушылардың өздеріне бүгін сағат 5-те хабарласыңдар, мен сіздерді қабылдаймын, жаңағы болып жатқан мәселеге шара қолданамыз, барлығын шешеміз, дұрыстаймыз, кішкене бір сабыр сақтаңдар деген өзім естіп қалдым да жаңағы оны. Бірақ бұл жерде бұл біздегі мысалы мәселе былай ғой, біздің мына мемлекеттегі министерстволар бар ғой, министерство финансов бар, там транспорта бар, әрбір министерстволар бар. Бұлардың өздерінің бір-бірімен қарым-қатынастары жоқ. МВД-сін қара, қай жағын қарасан да. Бір-бірімен бұларда жаңағы бір заңға сүйеніп, мысалы, барлығы былай жабылып, сөйтіп бір жұмыс істеп жүр. Бұлар бір-бірімен өзі жан-жақта бәсекелесіп жүрген сияқты, біздің өзіміздің көруіміз бойынша. Сондықтан жаңағы мынау мәселе, мынау болып жатқан, мынау контроль дейміз ғой, сергектер мысалы. Штрафтары енді шынымен де ойламаған жерден келіп жатыр. Бұлай да жасалады, бұлай да жасалады. Одан кейін жаңа весогабаритный контроль дедік қой. Ол жердің өзі бөлек нәрсе. Енді елдің ішіне аңыз болып тарап кетті ғой. Кобальтқа 25 тонна көтеріп келе жатыр деп штраф келген деген. Ол енді ұят нәрсе. Жаңа мысалы міне тағы да айтамын, ана кісінің айтуы бойынша барлығы әдемі, барлығы дұрыс, барлығы жұмыс істеп тұр дейді ғой. Бірақ міне қарап тұрсаң, мынау аркаларды қойғанның өзінде заңсыз тұрулар. Мынау аркалар бүгінгі күнде заңсыз бүкіл ақшаның барлығын, мысалы, бұлар осы қазіргі түрінде бұлар ақша негізі жинамау керек. Бұл арканы өткеннен кейін, мынау арка фиксацияны өткеннен кейін, заң жүзінде правилаларда солай жазылған, оны өткеннен кейін обязательно контрольный завес болу керек, фиксация болу керек. Одан кейін ода перегруз болса, оның барлығын устранить етіп, қайтып, ары қарай жұмысына жалғастыруға болады, не болмаса жаңағы толтырып. Енді оның барлығы да бар правилада, көрдіңіз бе? Мен сіз халықаралық бағытындағы шетелдік компаниялармен біздің соны не істеуге болады дедіңіз ғой? Мен айтқым келгені, біздің заңда көп нәрсе бар, барлығы жазылған, бірақ ол заңды біз емес біз отырған. Бұл заңды ең алдымен жаңағы көлік министрлігімен басқа өкілдер солар бұзып отырған. Егер де қазір нақты сол бір кездерге тірелсек, қопарсақ егерде, міне мынау былай тұр деп, мысалы қазіргі прокуратура бар, главный транспортный прокуратура бар, айтса, кәне бізге дәлелдеп беріңдерші, біз дәлелдеп береміз. Жарайды. Бірақ олар шара қолдана ма оларға? Әлде біз оларға тек қана жай былай қолдарына бір мүмкіндік береміз бе, аналарды барып кішкене қысып алып жібере салу үшін? Сол ғой мәселе. Біз мысалы қашанда бір жазбасақ, обращение КНБ-ға да жаздық, прокуратура жаздық. Оларға біз ГТП-ға жазамыз, мысалы генеральный прокуратура жазамыз. Ол жақ Министерство транспортаға түсіреді біздің обращение, біздің заявлениемізді қараңызшы. Министерство транспортаға келеді, ол комитетке түсіреді. Комитет бізге хабарласады. Сендер жазыпсыңдар ғой, осылай, не айтайын деп едіңдер. Ол не? Ол шешім ба сұрақтың? Біз не істеуіміз керек сонда? Қанекей, көп рахмет. Бірақ осы екі әлемді біріктіретін біз бар. Мынау сіздердің қолдауларыңызбен, елдің қолдауымен осы айтылып жатқан бұл мәселенің барлық елдің мәселесі. Жаңағы еститін үкіметке естімей жатса айғайлайтын боламыз. Мәселені шешуге тырысамыз. Бірігіп отырып шешуіміз керек. Дұрыс айтасыз, осы жерді толтыра кетуге бола ма кішкене? Енді айта кететінім, жаңағы біз енді непосредственно осы бір жүк тасымалдаушылардың ортасында
олармен қарым қатынаста енді күнделікті бірге жүрміз. Мысалы, күйініп жанып жатқан ертеңгі күнді күнімді қалай көрем деген ой ғой. Мысалы, кредиттері былай бастан асып жатыр бар ғой, машиндерін қарызға алып алған. Не істейді олар? Жүргізуші біздің самосвал дейді ғой, мына ограниченияны шектеуді, мысалы бір тіптен осыны шектемей болмайтын болса, бір 5 жыл мекен жаңағы не дейді, жаңағы уақыт беру керек. Адамдар өздерінің етек жегін жинап, қарыздарын төлеп, құтылып, болмаса осы егер болашақта осы көлікке мысалы болашақ жоқ екеніне көзін жеткізіп, ары қарай өтпелі кезең дейді ғой, өтпелі кезең. Бірден шарт еткізіп қиып тастамай. Әрине, әр нәрсенің, мысалы, мынау әрбір заңды қабылдағанда өзі анализ, регуляторное воздействие дейді ғой, жаңағы анализін жасау керек оны. Әрине. Мына жерде жасалмаған. Мысалы, анау кезінде айтып отыр ғой, 13 жылдары ол қабылданған заң, ол бар заң деп отыр ғой. Ол кезде бүгінгі тақырып болмаған, мынау аркалар болмаған, жаңағыдай бәлен миллиард ол кезде аркаларға жұмсамаған. Бірақ енді содан бері бүгінгі күнге дейін біз мынау ауыр жүк көліктерін қадағалаймыз деп бәлен миллиардты жұмсап аркаларды қойып жатыр ғой. Онда неліктен мыналар қазақ коррупциясына ешқандай арка кедергі келтіре алмайды дейміз. Қарап тұрсаңыз бар ғой, бұлар налог төлейді. Енді жанармаймен қолданып жатыр. Енді ақылы жол төлеп жатыр. Өзінің аркадан тексерістен өтейін деп тұр. Әрине. Қандай проблема онда? Проблем жоқ ешқандай. Бірақ біреуге осы кедергі болып тұр ғой. Бірақ 155 мың дегенің далада жатқан адамдар емес олар. Енді елдің азаматтары, оны енді қалай да бір бұл мәселені тоқтатып, осы январьда тоқтатып, уақытты шегіндіріп, одан кейін талқылауға алуымыз керек біз. Нақты жаңа тасымалдаушылармен дұрыстап талқылап, мынау жаңағы тіркелмеген, мынау болмаса біздің жекеменшік тасымалдаушылардың ассоциациясы деп екіге үшке бөлмей, нақты азаматтармен кездесу керек қой. Қоғамдық ұйымдар бар, партиялар бар, кәсіпкерлер бар, атамекенің бар, өкілетті орган бар, отырып, бүгінгі біздік сияқты осындай талқылау өткізуіміз керек. Дұрыс айтасыз. Осындай жиындар болып тұрса, ол кезде мүмкін жаңағы органдармен отырып талқылаған кезінде, көрдіңіз бе, біз айтып келеміз ғой. Біз ана жақтағы төмендегі проблемаларды айтып, мына жерге алып келеміз салдарынан, бұлай ашып береміз. Ана жақтан егер олай талқыланбаса, олар енді бұлай ғана қой, бір қол қоюмен ғана шешіле береді ондай сұрақ. Жақсы Қанеке. Жолдың проблемасы ақ. Рахмет сізге. Ақ жол бойынша шешілсін енді. Енді не істейміз?